алейкум рахматуллахи ва баракатух. Айт құтты болсын. Айт күнгі істелетін сүннет амалдар. Бірінші, құрбан намазын кешіктірмей, ал айт намазын аздап кешіктіру сүннет. Яғни, айт намазын кешіктіру сүннет болып табылады. Рамазан айтта айт намазынан бұрын құрма секілді бір нәрсе жеу. Құрбан айтында болса, айт намазы оқылмай тұрып ештеңе жемеу мұстахаб. Бурайда радиаллаху анху былай дейді: Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Рамазан айтында дәм татпай үйден шықпайтын, ал құрбан айтында намаз оқығанға дейін еш нәрсе жемейтін. Екінші, ғұсыл алу. Үшінші, тісін тазалау. Төртінші, ең әдемі киімдерді кию. Бесінші, хош иісті иіссулар себіну, ер кісілерге қатысты. Алтыншы, туыстарының, көршілерінің үйіне айттау. Жетінші, садақа беру. Сегізінші, айт намазына барарда бір жолмен, қайтарда басқа жолмен қайту мұстахаб іс. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.